Сәлем достар, сіздермен мен Болат Баймерей. Бүгін мен туған күнім 14 жасқа толып жатырмын. Толассыз құттықтаулар да, сыйлықтар да келіп жатыр. Енді сол сыйлықтарды сіздермен бірге ашатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сыйлықтар өте көп. Енді сыйлық алғанды кім жақсы көрмейді дейсің? Бірінші сыйлықтан бастасам, Әмиян. Ақшасы көп болсын берген екенсің ғой. Рахмет саған, Айша. Гүл. Өте әдемі үлкен гүл екен. Рахмет саған, Гүлсезім. Бұл гүлді қайда қойсам екен? Осы жерге қойсам әдемі болады. Достар, рахмет сыйлықтарыңызға, маған қатты ұнады. Және де мына жерде бір ерекше сыйлық бар екен. Абай атамыздың Қара сөз кітабы. Маған бұрын соңды бұл кітапты ешкім сыйламапты. Оқып көрейік. 15-ші Қара сөз. Егерде естік сілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Мәссаған мықты айтылған екен. Тіпті мені ойландырып тастады. Бұлай қарап тұрсам, мен өз-өзіме мүлдем есеп бермейді екен. Есеп беру дейді. Ал мен болсам әркімнің қалай өтіп жатқанын да білмеймін. Мәссаған адамда бір қызығушылық деген де болады. Менде ондай да жоқ. Енді бүгіннен бастап өз-өзімді қолға алуым керек. Біріншіден, бүгіннен бастап жаман қасиеттерден арылу. Екіншіден, телефонды мезгілсіз уақытта қарамау. Үшіншіден, ойымдағы қызығушылықтарды арттыру. Қызығушылық. Айтпақшы, менің әжем маған тоқма-тоқ көрсейші деп ұсыныс тастап еді. Телефон қарап жүріп, мән де бермеппін ғой сол. Мүмкін осы әжемнің ұсынысын қабыл алсам бекен, ұстадан шәкірт олар демекші, мүмкін әжемнен де озып кетермін. Ендеше осы істі қолға алып, тоқма-тоқ көрейін. Әже, құлыным, келдің бе жарығым, айта бер. Маған тоқма туралы айтып бересіз бе? Қызығып жүрсің бе? Я, сол білгім келеді. Білгің келсе айтайын. Менің қолымдағы бізбенен жіп. Баяғыда біздерде мындай біз болған жоқ. Білесің, екеуі осы құрал екеуі арқылы іске асады. Бізде деймін де баяғыда мынандай біз болған жоқ. Сол кездерде қойдың кәріжілігінен бір бөлінетін сүйегі болады. Сол сүйектен осындай біз жасап алады еді. Қазір енді мына сәбіремен не дейін еді мынандай? Күрчок дей ма? Осындай біздер кез келген жерде сатылады рахат. Аласында деп тоқи бересің. Енді сол тоқма тоқу деген ол үлкен өнер балам. Тоқма тоқу ол өзіміздің ежелден келе жатқан қол өнер. Көз салып байыппен қараған адамға бұйымдардағы түрлі ой өрнектер, оның орналасуы, адамзат табиғатымен біте қайнаған сонау заманнан келе жатқан белгілі қарағым. Бүгіндікке ноутбук қарау жетеді. Енді өз-өзіме есеп берейін. Бүгіндікке мен... Бүгін болды екен. Саламатсыз ба? Сізге қуыршаққа заказ берсем болады ма? Мәссаған заказ беру? Мен жай ғана өзімнің тоқмамды Instagram парақшама салып қойсам, мен енді заказ сұрап жатырмын. Не деп жауап берсем екен? Әрине, я.
саламатсыз ба? Әрине заказ беруге болады. Маған бір идея келді. Сонда мен осылай заказ алып ақша таба аламын. Мен сонда болашақта бұны мамандық ретінде аламын ғой. Менің мақсатым халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы тоқыма өнерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне де үзгі дәстүр арқылы қазіргі заманымызға лайықты сапа беріп сәндік қолөнерді дамыту. Халқымыздың тұрмыс қажеттілігінен туындаған ұлттық өнер мұраларын сақтап, сұрыптап, қазіргі уақытта сәнді етіп, ұлттық мәдениетімізді қолданбалы сәндік қолөнермен өркендетіп, мамандығыма айналдырғым келеді.